адамның жасында емес, талғамында дейді жаңа заманның фанаттары. Мысалы, мына қыз жігіттердің жасы әлдеқашан 20-дан асқан. Олардың кейбірі Қайрат Түнтеков үшін құрылған Force фандомының мүшелері. Мәселен, Қайрат Түнтековті сахнаға қайта алып шыққан фандомының махаббаты. Фандомның бастығы мен емес, фандомды негізін құрушы, ол 60-ға жақындаған Альмира деген апамыз бар, Батыс Қазақстан облысында тұрады, және Қарағандыда Махаббат деген тәте бар. Ол кісі 40-тан асқан кісі, сол екі кісі құрған. Фандом жақында ашылса да, Түнтековтің жанкүйерлері бұрыннан адал. Мен 13 жастамын, Қайрат 2005 жылғы суретіміз бар Қайрат екеуміздің. Сол кезден бастап Қайраттың фанаты болып, жанкүйері болып келемін. Қайраттың дауысын сағынғандықтан олар оны өздері іздеп тауып алады. Мен тіпті Астанаға Лейла ханымның бағдарламасына, эфир бағдарламасына мен өзім барып, сол жерде керек мағлұматтар алып кеттім. Сені жиі көрмейміз. Өзім сондай бір невидимка адам болып жүргім келеді. Бірақ кейін болады ғой, невидимка келіп жарқ еткізіп. Сондай адаммын да өзім. Ұнайды сондай маған. Ғашықтық деп айта алмаймын. Маған көбісі айтады, мен керісінше Қайраттың енді барлық жеке өміріне де мысалы қуанамын. Тіпті білесіз, ағам ретінде сыйлап, солай құрметтейтін шығармын. Бұл ғашықтық сезім емес. Енді осы жасымда ғашық болып көрдім ғой, бұл бөлек нәрсе. Фанатизмнің жақсы жақтары да бар. Мәселен, мына жұп Қайрат Түнтековке деген қызығушылықтың арқасында танысқан. Әншіге деген фанаттық махаббат қос жүректің бір-біріне деген сезімін оятты. Бізде Қайратқа фандом ашатын болдық. Мен өзім фандомның группасында болғам. Сол кезде біз фанаттарды іздей бастадық. Фанаттарды біз ютубтан іздедік. Ютубтан әрі соцсетилерден іздедік. Сол кезде бұл кісінің комментариясы бізге ұнаққап, астына комментария тастадық. Егер сіз Қайраттың жанкүйерлі болсаңыз, біздің фандомға, форстарға қосылсаңыз болады деп. И сол кезде бұл кісі де өзінің нөмірін қосып, сосын WhatsApp-тағы группаға қосып, сол арқылы таныстық. Қызығы сол, ерекше фанаттарының тойына Түнтековтің өзі барып, ән орындап берген. Фандом арқылы шақырдық, ол кісіге сондай өзіміздің лебізімізді білдірдік. Біздің осындай шілде айында тойымыз болады, соған келесіз ба деп, оған шақырту. Сондай арнайы шақырту түсті бізден. Ол кісі бізге қуана келіседі, келісім берді. 29 шілдеде біздің тойымызға келді қонақ болып. Кумирға деген бұл махаббат ұрпақтан ұрпаққа жалғасады дейді олар. Бізде планда бар, егер ұл бала болса Қайрат деп қоямыз. Ол кісі тойға келгеннің өзінде өзі армандады. Егер ұл туылса, роддомнан мен өзім алып шығам, өзім тұсауын кесем, өзім аузына түкірем деп. Сондықтан болашақтың елшілігінде қазір енді белгісіз ұл қыз екен. Түнтековке деген жанкүйерліктің арқасында жанына жақын адамды кездестірген жұпқа біз де баянды бақыт тілейміз.